Менің атым Айлин. Жасым 27-де. Мен Алматы облысындағы таудың етегінде орналасқан шағын қалада тұрамын. Сырттай қарағанда бәрі тыныш сияқты. Тау бар, таза ауа бар. Күн де әдемі атады. Бірақ менің ішкі әлемімде әр күн күрес. Әр таң сайын мен көзімді ашқанда жүрегім қатты соғады. Бір сәтке бәрі жақсы сияқты көрінеді, сосын өткен өмірім есіме түседі. Әр түн сайын ұлым ұйықтап қалғаннан кейін мен үнсіз жылаймын. Дыбыс шығармауға тырысамын. Өйткені ол оянып кетпесін деймін. Кейде өзіме сұрақ қоямын. Мен неге дәл осындай өмір сүріп жатырмын? Бірақ жауап таба алмаймын. Бірақ мен әрдайым мұндай болған жоқпын. Бала күнімде мен бақытты едім. Анамның даусы әлі күнге дейін құлағымда. Ол маған әр кеш сайын баяу ән айтып беретін. Мен оның қасында жатқанда өзімді әлемдегі ең қауіпсіз жерде сезінетімін. Әкем де жаман адам емес еді. Ол кафеде жұмыс істейтін. Кейде кеш келетін, бірақ әрдайым қолында бір нәрсе болатын, ыстық бауырсақ немесе тәтті тоқаш. Ол мені көргенде, менің кішкентай ханшайымым қайда? Деп күлетін. Мен жүгіріп барып оны құшақтайтынмын. Менің інім бар еді, Нұрсұлтан. Ол менен кішкентай, бірақ үнемі мені қорғағысы келетін. Қайда барсам да соңымнан еріп жүретін. Сол кездер мен үшін нағыз бақыт еді. Бірақ бір күн бәрін өзгертті. Мен ол күнді ешқашан ұмытпаймын. Таңертең еді. Әкем әдеттегідей жұмысқа кетіп бара жатты. Ол бізге қарап күлімсіреп кешке көрісеміз деді. Бірақ біз оны енді ешқашан көрмедік. Алдымен біз уайымдамадық. Кешігіп жатқан шығар деп ойладық. Сосын түн болды. Сосын келесі күн. Сосын тағы бір күн анамның көзіне ұйқы ілінбеді. Ол есікке қарап әр дыбыстан селк ете түсетін. Бір аптадан кейін адамдар сөйлей бастады. Ол басқа елмен кетіп қалған деді олар. Мен ол кезде кішкентай едім. Бірақ анамның жүрегі қалай ауырғанын көрдім. Ол ешкімге сенбеді. Ол әлі де күтті. Күн сайын. Терезенің жанында. Уақыт өтті. Бірақ ол қайтпады. 2 жылдан кейін анам сырқаттанып қалды. Алдымен жеңіл сияқты көрінді. Бірақ күн сайын ол әлсірей берді. Ол бұрынғыдай күле алмады. Ас үй бос қалды. Үйдің ішіне тыныштық емес ауыр үнсіздік орнады. Бір күні мен айнаға қарадым. Мен бала емес екенімді түсіндім. Себебі менің көзімде қорқыныш пайда болды. Сол күннен бастап мен бәрін өзім істей бастадым. Таңертең ерте тұрамын. Тамақ дайындаймын. Інімді оятамын. Оны мектепке дайындаймын. Сосын үй жинаймын. Маған небәрі 11 жас еді, бірақ менің ішімде бала қалмады. Бір түні анам мені жанына шақырды. Ол өте әлсіз еді. Даусы әрең естілді. Мен оның қолын ұстадым. Ол мұздай суық болатын. Ол маған қарап ақырын ғана айтты. Айлин, тыңда. Сен мықтысың. Ініңді тастама. Және жүрегіңді қатайтып алма. Мен жылап жібердім. Анашым, бәрі жақсы болады дедім. Бірақ ол тек басын шайқады. Бұл оның соңғы сөзі еді. Келесі күні ол өмірден өтті. Сол күннен кейін менің балалық шағымда бірге кетті. Үй іші бос қалғандай болды. Бірақ шын мәнінде бос қалған менің ішім еді. Біз жалғыз қалмадық. Бірнеше аптадан кейін бізді әкемнің ағасы Рүстем алып кетті. Алғашында ол бізге көмектесетін адам сияқты көрінді. Үйге тамақ әкелді. Мектепке баруымызды қадағалады. Тіпті кейде бізге күлімсірейтін. Мен іштей. Мүмкін бәрі түзеледі деп ойладым. Бірақ бұл ұзаққа созылмады. Бір күні кешке ол мас болып келді. Мен ондайды бұрын көрмеген едім. Даусы өзгеріп кетті. Көздері суық болды. Неге үй жиналмаған? Деп айқайлады ол. Үй таза еді, бірақ ол бәрібір айқайлады.
Сол күннен кейін бәрі өзгере бастады. Ол күн сайын ішетін болды. Ұсақ нәрсеге ашуланатын. Нұрсұлтан бірде қасықты түсіріп алды, Рүстем айқайлап үстелді ұрып жіберді. Інім қорқып маған жабысып қалды. Мен оны құшақтап, бәрі жақсы, мен қасымдамын деп сыбырладым. Бірақ өзімде сенбедім. Бір түні бәрі шектен шықты. Мен кешігіп келдім. Шын мәнінде мектептен кейін біраз кідіріп қалдым. Үйге кіргенімде ол күтіп отыр екен. «Қайда жүрсің?» деді ол. Мен жауап бергім келді, бірақ даусым шықпады. Сол сәтте ол маған жақындап қатты ұрды. Басым айналып кетті. Құлап қала жаздадым. Бұл менің өмірімдегі алғашқы соққы еді. Мен сол түні ұйықтамадым. Інімнің жанында отырып таң атқанша жыладым. Ал таңертең ол ештеңе болмағандай жүрді. Сол кезде мен бір нәрсені түсіндім. Біз қауіпсіз емеспіз. Бірақ менде таңдау болмады. Мен кете алмадым. Ақшам жоқ. Баратын жерім жоқ. Мен тек бір нәрсе үшін қалдым, інім үшін. Жылдар өтті. Мен үндемеуді үйрендім. Көзге түспеуді үйрендім. Оның ашуын алдын ала сезуді үйрендім. Мен тірі қалуды үйрендім. 16 жасымда мен Ержанмен таныстым. Ол біздің мектептің жанындағы кішкентай дүкенде жұмыс істейтін. Алғаш рет мен оның көздеріне қарағанда бір түрлі тыныштық сезіндім. «Сәлем», деді ол бір күні. «Сәлем, сен жиі мұңайып жүресің. Бәрі дұрыс па?» Бұл сұрақты маған ешкім бұрын қоймаған еді. Мен бір сәт үнсіз тұрдым, сосын жай ғана «Иә, бәрі жақсы» дедім. Бірақ ол сенбегенін байқадым. Сол күннен кейін ол мені жиі күтетін болды. Біз жай ғана сөйлестік. Кітаптар туралы, музыка туралы, армандар туралы. Мен бұл жерден кеткім келеді, деді ол бір күні. Мен де онда бірге кетейік. Бұл сөздер менің жүрегіме тиді. Мен қорықтым. Бірақ алғаш рет үміт пайда болды. Бір кеште мен шешім қабылдадым. Ініме хат жаздым. «Кешір мені, мен сені тастап кеткім келмейді. Бірақ мен қайтып келемін. Мен сені жақсы көремін». Хатты жастығының астына қойдым. Сосын кеттім. Алғашында бәрі шынымен жақсы болды. Біз кішкентай бөлмеде тұрдық. Қарапайым еді, бірақ тыныш. Ержан маған жылы көрпе берді. Тамақ дайындады. «Енді сен қауіпсізсің», деді ол. Мен оған сендім. Бірнеше апта мен бақытты болдым. Біз орманда серуендедік. Жұлдыздарға қарадық. Болашақ туралы армандадық. Мен ойладым. Міне, менің жаңа өмірім, бірақ бір күні ол жұмысынан айырылды. Сол күннен бастап бәрі баяу өзгере бастады. Ол үндемей қалды. Көбірек іше бастады. «Сен мені түсінбейсің», деді ол бір күні. Мен үндемедім. Сосын ол мені итеріп жіберді. Мен құлап басымды соғып алдым. Ол бірден өзгерді. «Кешір, мен әдейі істеген жоқпын», мен тағы да сендім. Бірақ бұл қайталанды. Тағы. Бір күні мен айнаға қарадым. Мен өзімді танымадым. Мен қайтадан сол қорқынышқа оралдым. 18 жасымда мен жүкті екенімді білдім. Мен жыладым. Қорықтым, бірақ үміттендім. Мүмкін ол өзгереді деп ойладым. Бірақ ол өзгермеді. Керісінше бәрі нашарлады. «Бұл баламен мені ұстап қалғың келе ме?» деді ол суық дауыспен. Сол түні мен жалғыз жыладым. Бір күні ол мені қатты ұрды. Мен еденде жаттым. Қолым ішімде. Сол сәтте мен бір ғана нәрсені ойладым. Мен кетуім керек. Қазір. Келесі күні мен көмек сұрадым. Маған әйелдерге арналған дағдарыс орталығының мекен-жайын берді. Сол түні ол ұйықтап жатқанда мен кішкентай сөмкемді алып кетіп қалдым. Сол түні мен артқа қарамадым. Қарасам қайта оралып кететінімді білдім. Қолымда кішкентай сөмке ғана болды. Жүрегім кеудеме сыймай соғып тұрды. Аяқтарым дірілдеп бара жатты.
Бірақ мен жүре бердім. Өйткені бұл жолы мен тек өзім үшін емес, ішімдегі сәби үшін кетіп бара жаттым. Дағдарыс орталығы басқа қалада еді. Есігін ашқанда мені тыныштық қарсы алды. Айқай жоқ. Қорқыныш жоқ. Тек шаршаған, бірақ тірі қалған әйелдердің көздері. Олар мен сияқты еді. Сынған, бірақ әлі де үміт іздеп жүрген. Сол жерде мен алғаш рет қауіпсіз ұйықтадым. Айлар өтті. Босану күні келгенде мен қатты қорықтым. Жалғыз болудан емес, өткен өмірім қайта келетіндей сезімнен. Бірақ дәрігер қолымды ұстап, сен жалғыз емессің деді. Бірнеше сағаттан кейін мен оның дауысын естідім. Жіңішке, әлсіз, бірақ тірі. Мен жылап жібердім. Ұлым, дедім сыбырлап. Мен оның атын Нұрасыл қойдым. Оны құшағыма алған сәтте ішімдегі бір нәрсе өзгерді. Мен енді қорыққан қыз емес едім. Мен ана едім. Өмір оңай болған жоқ. Таңертең ерте тұрамын. Кафеде жұмыс істеймін. Кешке шаршап үйге келемін. Бірақ есікті ашқанда Нұрасыл жүгіріп келіп мені құшақтайды. Анашым. Сол сәтте менің бүкіл шаршауым жоғалады. Мен күле бастадым. Баяу, абайлап, бірақ шын жүректен. Бірақ өткен өмір толық жоғалмайды екен. Бір күні мен жұмыстан қайтып келе жатқанда Айлин. Бұл дауысты мен бірден таныдым. Денем мұздап кетті. Бұл Ержан еді. Ол өзгерген сияқты көрінді. Бірақ оның көзі бұрынғыдай еді. Мен сені сағындым, деді ол. Ұлымды көрсетші, мен басымды шайқадым. Жоқ. Ол қолымнан ұстап алды. Өтінен бір рет қана мен қолымды жұлып алып жүгіріп кеттім. Сол түні мен ұйықтай алмадым. Нұрасылды құшағыма қысып жаттым. Есікті қайта-қайта тексердім. Қорқыныш қайта оралды. Бірақ бұл жолы мен жалғыз емес едім. Келесі күні мен полицияға бардым. Мен бәрін айттым. Даусым дірілдеді, бірақ мен тоқтамадым. Өйткені мен енді қашпаймын деп шештім. Сол кезде мен психологқа баруды бастадым. Алғашында айту қиын болды. Әр сөз ауыр. Бірақ психолог маған қарап, сен өте мықтысың, деді. Мен басымды шайқадым. Жоқ, мен әлсізбін, ол жымиып. Әлсіз адам бұның бәрінен өтпейді, деді. Сол сөз менің жүрегімде қалды. Бір күні кафеге бір ер адам келді. Оның аты Данияр. Ол басқалар сияқты емес еді. Ол асықпады. Ол сұрақпен қыспады. Тек жай ғана жанымда болды. Махаббат қорқыныш емес, деді ол бір күні. Махаббат қауіпсіздік. Мен алғашында сенбедім. Бірақ уақыт өте мен жүрегімнің баяу жазылып келе жатқанын сездім. Мен ініммен қайта сөйлестім. Телефонның ар жағында оның даусы дірілдеді. Апа, мен сені сағындым, мен жылап жібердім. Кешір мені, сен кінәлі емессің, деді ол. Сен бізді құтқардың. Сол сәтте мен ішімдегі ауыр жүктің бір бөлігі кеткенін сездім. Бірақ ең үлкен қадам алда еді. Мен сотқа жүгіндім. Қорғау бұйрығын сұрадым. Сот күні мен қатты қорықтым. Қолдарым дірілдеді. Жүрегім аузыма тығылды. Бірақ мен Нұрасылға қарадым. Ол маған қарап күліп тұрды. Сол сәтте мен батыл болдым. Судья мені тыңдады. Мен бәрін айттым. Әр соққыны, әр қорқынышты түнді, әр көз жасымды. Зал тыныш болды. Сосын қорғау бұйрығы берілсін, деді судья. Мен жылап жібердім. Бұл жолы қорқыныштан емес, бостандықтан. Сол күні үйге қайтып келгенде мен Нұрасылды құшағыма алдым. Біз енді қауіпсізбіз, дедім. Ол ештеңе түсінбеді, бірақ күліп мені құшақтады. Уақыт өтті. Мен кішкентай үйге көшіп келдім. Қабырғаларды өзім боядым. Терезеге гүл қойдым. Бұл менің үйім. Біздің үйіміз. Кейбір түндерде мен әлі де оянып кетемін. Жүрегім қатты соғады. Бірақ қазір мен жалғыз емеспін. Бір кеште Данияр маған қарады да. Мен сені жақсы көремін, деді. Мен үндемедім.
Көзіме жас келді. Мен қорқамын дедім. Ол қолымды жай ғана ұстады. Мен күтемін. Сол сәтте мен түсіндім, нағыз махаббат дәл осындай болады. Қазір мен өткен өмірімді ұмытқан жоқпын. Бірақ мен енді сол өмірде өмір сүрмеймін. Мен бүгінмен өмір сүремін. Ұлымның күлкісімен, таңғы күннің жылуымен, жаңа үмітпен. Егер сен дәл қазір қиындықта жүрсең есті. Сен жалғыз емессің. Сен әлсіз емессің. Сенің де бақытты болуға құқығың бар. Бір қадам жаса. Тіпті ең кішкентай қадам болса да. Өйткені бір күні сен де мен сияқты. Қорқыныштан емес, бостандықтан жылайтын боласың. Егер осы оқиға жүрегіне жетсе, пікір қалдыр. Сенің ойың мен үшін маңызды. Тағы да осындай шынайы оқиғалар алда.